Сәлем достар, сіздер шынымен бос кеңістік бос деп ойлайсыздар ма? Егер екі металл пластинаның бір-біріне өте жақын қойсақ вакуумда, олар бір-біріне тартыла бастайды өздігінен. Бұл кванттық физикадағы ең таңғаларлық құбылыстардың бірі Казимир эффектісі. Классикалық физикада вакуум ештеңе жоқ орта, ал кванттық физикада вакуумда да энергия бар. Онда виртуалды бөлшектер пайда болып, қайтадан жойылып отырады. Мұны вакуум флуктуациялары деп атаймыз. Енді екі металл пластинаны елестетейік. Олардың арақашықтығы өте кішкентай нанометр шамасында ғана болады. Пластиналар арасында тек белгілі толқындар ғана болады, яғни толқын ұзындықтар ғана болады. Ал сыртында барлық толқындар еркін қозғалады. Сондықтан сырттағы вакуум қысымы ішкі қысымнан үлкен болады. Соның нәтижесінде пластиналар бір-біріне қысылып тартыла бастайды. Міне, бұл Казимир эффектісі. Ең қызығы, бұл әсерге ешқандай сыртқы күш қажет емес, тек вакуумның өзі ғана жеткілікті. 1948 жылы бұл эффектіні Хендрик Казимир теориялық дәлелдеп болжады, ал кейінірек оның тәжірибе жүзінде дәлелденді. Казимир күші пластиналар арақашықтығының 4-ші дәрежесіне кері пропорционал, яғни арақашықтығы 2 есе азайса, күш 16 есе өседі. Сол себепті бұл тек өте кіші масштабта байқалады. Қазіргі кезде Казимир эффектісі нанотехнологияда, микрочиптерде, кванттық құрылғыларда өте кеңінен қолданылады. Казимир эффектісі тек теория емес, ол нақты өлшенетін шындық. Ол біздің түбегейлі көзқарасымызды өзгертіп жібереді. Егер тағы да кванттық физика туралы видеолар шыққанын қаласаң, арнаға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпа.